ата бабамыз айтады, жақсылықтар ескірмейді, күнәлар ұмытылмайды, жазалаушы өлмейді деген сөз бар екен біздің бабаларымыздан. Онда жақсылықтар ескірмейді дегені, адам ешкім көрмей қалса да, бірақ жақсылық істейтін болса, ол бәрі ертең алдынан шығады. Мына дүниеде пайдасын көреді, ақыретте де пайдасын көреді. Біз ұмытқанмен кім ұмытпайды оны? Алла ұмытпайды. Жақсылық ескірмейді. Күнәлар ұмытылмайды. Біз ұмытамыз. Біз күнәларды ұмытамыз. Ал Алла Тағала ұмытпайды күнәларымызды. Бәрі есептеліп тұр, бәрі жазылып жатыр. Жазалаушы өлмейді деп кімді айтып отыр? Алла Тағала айтып отыр. Жазалаушы өлмейді дейді. Одан басқасын бәрі өледі деген сөз ғой. Ал енді жазалаушы қаласа жазалайды, қаласа кешіреді, қаласа рахымда бөлейді. Соның барлығын біздің бабаларымыз әшейін бір-ақ ауыз сөзбен жақсылықтар ескермейді, күнәлар ұмытылмайды, жазалаушы өлмейді дейді болды. Осымен жаңа өткен жол келген кезде Құнанбайдың несін айттым ба, айтпадық па? Анау Найманның Сыбан деген жерінің Ақшатау деген жерін алдап алған, қалай тартып алған айтып айтпадық па жерде? Жақында Семейге барып келдік қой, Абайдың Құнанбайдың басына Құран оқып айттық. Сонда Құнанбай жас кезінен дүниені жақсылап тапқан екен да, бірақ қулыққа да салған кездері болған екен да оның да. Пенде ғой енді. Бұны енді сол жердің адамдарынан естідім. Солар айтады. Сол жердің адамдар барған кезде осы ел жазды. Құнанбай ол заманда мынандай екен. Әр рудың, әрбір елдің садағының жебесінде не болады? Белгі болады. Найзасында, несінде белгі болады. Естіген бе бұлармен? Сол жебесін ана Найманның жері Ақшатауға екі шұңғырын тастатып қойған ғой, негеше. Қырға, сайға деген сияқты жебелер шаштырып тастатып қойған. Сол тастап қойған екен, ақырында малын кіргізеді соған. Енді біреудің жеріне мал кіргізгеннен кейін шығады ғой, ана жердің несі. Иесі шығады ғой. Сонымен айтыс тартыс, менікі емес, сенікі деп. Сөйтеді екен де үш-төрт ақсақалға ана Ақшатаудың басына барып Құран оқып қояды екен. Бізге апарып осы жерге Құран оқып тұр деп қояды екен. Жас кезінде істеген тірлігі ғой енді. Тура сол жерде бабалар жатқан сияқты да. Кейін 2-3 жылдан кейін дау-дамай басталған кезде жерге қатысты. Сонда қазының алдына барған кезде Құнанбай айтады, негізі ол біздің бұрыннан ата-бабамыздың жері. Ата-бабамыз сол жерде қорғайын деп соғысқан керек болса. Семесіне барып көріңдер деген кезде, ана адамдар бар таудың етегін қараса, тобықтың недер жатыр да. Жебелер 2-3 жылдан бері жатқанның өзінде бір шығып кеткен сияқты, андай тот басқан сияқты белгі береді ғой. Сонда қазы мыналар дұрыс айтып тұр екен ғой деп Құнанбайдың жағына шешіп берген Ақшатауды. Ал Ақшатау негізі Найманның Сыбан деген кісілердің жері екен. Сол заманда да енді. Қазір білмейміз енді. Ол қай жерлер екен. Сол кезде қазы Құнанбайға шешіп береді. Ана кісілер ренжіп кетеді. Міне осы кезде сол Найманның Сыбан деген руынан 90-ға келген ақсақал Құнанбайдың үйіне қонаққа келіп 3 күн жатады ғой. 3 күн. Біз қазір қонаққа барсақ қонбайсың да ғой. Машинаны бұзып қалып қонып қалмасаң, мысалға. Біз қазір сәл қалдық қонып қалса ғой 2 күнде. Мысалға. Ана жерден жел ұрып нетіп жатыр екен. Сонда 3 күн жатады, бірақ ана 90-ға келген ақсақал тек қана діннен сұрақ қоя берді дейді. Тек қана діннен сұрақ қоя берді дейді Құнанбайға. 3 күн бойы тек қана діни әңгімелер айта берді дейді. 3 күннен кейін ал Құнанбай, сенің қонақжайлығыңа ризамын, рұқсат болса мен енді елге жүрсем деп не сұрайды? Рұқсатын сұрайды. Сол кезде Құнанбай да жас бала емес, былай айтады ғой. 90-ға келіп жайша жүрген жоқсыз ғой, шаруаңызды айта отырыңыз дейді. Сонда әлгі 90-дағы ақсақал айтады, ай Құнанбай, Алланың бар екені хақ па дейді. Хақ. Құранның Құдайдың сөзі екені хақ па? Хақ. Ақыреттің болатыны хақ па? Хақ. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Алла Тағаланың соңғы жіберген пайғамбар екені хақ па? Хақ. Ана Ақшатау Найманның жері ғой, хақ па деген кезде Құнанбай хақ деп жібереді ғой. Сонда Құнанбай ақсақал түсіндім деп жігіттерін жібертіп жерді босатады. Түсініп, тәубе қылып жерді босатады. Сол заманның ақсақалдары ұрыстырмай-ақ, төбелестірмей-ақ, әдемі жолмен анау адамға Алланың жазалаушы екендігін, Құдай Тағаланың күнәларды ұмытпайтындығын әдемілеп есіне түсіріп берді. Солай-ақ шешіп отырған ғой мәселенің барлығын. Ал қазір біз енді ол кісілердің тырнағына да татымаймыз ғой, сол заманның адамдардың тырнағына да татымаймыз. Бірақ әйтеуір Құдай Тағаланың қалаған уақытында дүниеге келіп, осында жүріп жатырмыз.